Мына видеоны ұйқыбасы досыңа жіберсең болады. Пол Маккартни бар емес пе? Біле бермесеңіздер, Beatles тобының негізін қалаушыларының бірі, және жалпы музыка тарихындағы ең мықты бір музыканттардың бірі шығар. Сол кісі екі ең мықты әнін ойына салып жазған. Кезінде ол оянды да, ойында мына ән пайда болды. Сөйтіп ол сол музыканы айтып жүрді. Студияда кім бар? Бәрінің қасына келді. Мына ән бар ғой. Жұмыртқа, қуырылған жұмыртқа. Кім айтатын еді соны? Білмеймін дейді бәрі. Сұрайтын адам қалмаған кезде ол кішкене сол әнді жазуға кірісіп, сондай мықты ән түсіме кіргесін, текстін күшті жазу керек қой дейді. Сөйтіп текстіне бірнеше жыл құртады ғой. Ақырында Yesterday деген керемет ән пайда болады. Айтпақшыдай, әлемдегі ең кавері көп жазылған ән осы. 3000-ға жуық кавері бар осы ән. Ал біраз жылдан кейін Beatles тарайын деп жатқан кезде топтағы қарым-қатынас қирап жатыр, әндер жазылмай жатыр. Қалай бұл дағдарыстан шығам деп жүрген Пол ұйықтап қалады. Сөйтіп түсіне анасы келеді. Анасы ол кезде қайтыс болып кеткен кісі. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Келеді да, Пол балам бола берсін, жібере сал деп айтады да. Пол Let It Be деген әнін шығарады. Let it be. Сондықтан ұйқыбас достарың болса, оларды ұрса бермеңіздер. Мүмкін олар тарихи бір зат істеу үшін ұйықтап жатыр. Күндеріңіз сәтті өтсін.